Достар, сәлем. Бүгін кәдеден жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Туралған кәдіні тұзды суға салып қоямыз. Сәбізді езгіштен өткіземіз. Піскен тауық етін майдалап тураймыз. Келесі кезекте саңырауқұлақтарды тураймыз. Пиязды тураймыз. Грек жаңғағын майдалап тураймыз. Кәдіні судан шығарып, осылай кептіреміз. Майға қуырып аламыз. Пиязды салып қуырып аламыз. Үстіне саңырауқұлақтарды салып, ылғалы шыққанша бұқтырып қоямыз. Формаға қуырылған кәдіні орналастырамыз. Үстінен тауық етін, одан кейін қаймақ жағамыз. Қуырылған пияз бен саңырауқұлақ, қаймақ, піскен сәбіз, грек жаңғағы. Кәдіні осылай жауып, салатымызды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін салатымызды шығарып, басқа тәрелкеге аударамыз. Осылай әрлейміз. Ас болсын, достар.